Жамбыл облысында 9 кәсіпорын тұралап тұр. Индустрияландырудың бірінші 5 жылдығында өңірде 33 жоба іске қосылған болатын. Жобалау кезіндегі қателіктер мен қаржылық қиындықтардың салдарынан осы жобалардың 9-ы әлі күнге дейін жоспарланған қуаттылығына жете алмай келеді. Жергілікті биліктің айтуы бойынша қазіргі әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында бұл тығырықтан шығудың жолын табу өте маңызды. Биыл өңірде барлығы 6 инвест жоба жүзеге асырылады деп жоспарланған болатын. Әзірге олардың 3-і ғана іске қосылған. Қазір облыстық әкімдікпен жобаларын толық іске асыра алмай отырған кәсіпорындар бірлесіп, тығырықтан шығар жолды іздестіруде. Мақсат басталған істің аяқсыз қалмауына қажет шаралар қабылдап, бос жүрген жамбылдықтарды жұмыспен қамту. Қазіргі таңда енді заводымыз 60%-ға жұмыс істеп тұр қуаттылығы бойынша. Оның енді 100%-ға шыға алмауымыздың себебі біраз себептер бар. Оның бірінші себеп мынау мамандардың жетіспеушілігі. Одан кейін тағы бір себеп ол шикізаттың қымбаттап кетуі. Қазір есептеп алғанда шикізаттың құны 50-60%-ға жоғарылап кетті. Атап өткен проблемалар шешіліп, өз шешімін тауып жатса, әрине біздің заводымыз өзінің қуаттылығын артуына болатын еді.